Беріштің есені енді Берішұлы Байбақты Байсейіт деп екеуі бөлінеді ғой басынан. Сол Байбақтысынан Асылбас, Күсілбас, Шақай деген үш бала тарайды дейді. Сол Асылбастан Себек пен Жаңбыршы, Күсілбастан Құлкеш Беріш, Шақайдан осы Есен Беріш таратады. Есен Беріштің енді біздің облысымызға келгендері Самай дегеннің ұрпақтары болып келеді. Мұғалжар деген таудың етегінде өмір сүріпті аталарымыз деп ақсақалдардың айтқан әңгімелерін естіп қалдым. Бөкей ханмен бірге көшіп келгенде Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданының Жуалой деген елді мекені бар. Сол Жуалой деген елді мекеннің шамасында өмір сүрген 2-3 километрдей жерде қауымдары бар. Жуалойдан көп қашық емес. Аңдамас Ақеділ деген екі ағайынды, біреу Ақтарға жақ болыпты, біреу Қызылдарға жақ болыпты деген әңгіме бар. Біреуінде Жаңғыр ханға, біреуі Исатай Махамбеттің жағында болған деп те айтылады. Сосын құлпытастарын оқып қарадық. Сүйіндік деген адамның балалары болып шықты. Самайдың ұрпағы. Есен Беріштің ішінде Сүйіндіктің балалары Ақеділ мен Аңдамас деген. Ақеділдің Ихсанғали деген бір баласының құлпытасы ғана қалыпты. Ал Аңдамастың ұрпақтарының біршама құлпытастары сол Жуалойдан 3 километрдей жерде жерленген жерлерінде сақталып қалған екен. Ішінде қажылар бар. Тінәлі қажы деген кісінің құлпытасын көрдім. Құлпытастар сөйлейді деген кітабының 2-ші томына қостым ол құлпытастарды. Олардың жылына қарағанда сол Жәңгір хан мен Исатай Махамбеттің арасындағы қақтығыстарда Ақеділ Жәңгір ханды жақтап, Аңдамас Исатай мен Махамбетті жақтағанға ұқсайды.